Сәлем баршаңызға, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Осындай дәмі керемет болып шығатын балмұздақ дайындайтын боламыз. Екі ағзаттан тұратын, сливки 33% болу қажет. Құрғақ ыдысымызға салып, тоқтатпай 4-5 минут қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Толығымен қою болу қажет. Осындай миксер сливкидің өзі осындай қою болады. Енді осы сливкидің үстінен сгущенка құятын боламыз. Сгущенкамыз 8-5%, кез келген сгущенка жарай береді. Осыны екі массамызды екеуін қосып тағы да миксерлейміз. 2 минут, ары кетсе 3 минутта миксерлеп аламыз. Осындай силиконовый формамызға салып аламыз. Мен осындай шоколад пайдаландым. Кез келген шоколад болады. Өздеріңіз дәміне қарай пайдалансаңыздар да болады. Осылай үстіне дайын болған балмұздағымызды формамызға құйып шығамыз. Барлығын осылай құйып шығамыз. Морозильникте 3-4 сағаттай қатыратын боласыздар морозильникте. Осы формаға біз таяқша тығатын боламыз. Осы балмұздақтың ортасына кондитерлік дүкендерде осындай таяқшалар сатылады. Осы таяқшаларымызды сұйық кезде тығып аламыз. Сол кезде бірге қататын болады морозильникте. Алғанда да оңай алынатын болады. Мінекей, мен қатырып алдым. 4 сағаттай осылай формамыздан оңай шешілетін болады. 4 сағаттан кейін алсаңыздар. Енді балаларыңызға қорықпай берсеңіздер де болады. Екі ағзаттан ешқандай қоспасыз жасалатын балмұздағымыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздер де балаларыңызға осылай жасап берсеңіздер де болады. Ас болсын.